Бүгін мен баланы жатып емізудің екі қалпы туралы айтып беремін. Ана қалай жатады? Басымыздың астында жастық болатындай етіп жасауымыз керек. Егер басымыз тым төмен болса, екінші жасты алыңыз. Міне осылай жатамыз. Енді баланы өзімізге жақындатамыз. Бірінші қалып кез келген кеуде түріне жарайды. Баланы өзімізге жақындатып, мойнын шынтақтың бүгілген жеріне қоямыз. Сосын баланы жоғары төмен қозғап, мұрны емшік деңгейінде болатындай етіп араластырамыз. Одан кейін кеудені алып, бүктемесін жасаймыз. Бүктемені әрдайым осында, үстін бұ жағында жасаймыз. Бүктемені жасап, емшікте баланың үстінгі ерніне тигіземіз. Бала аузын ашады, біз кеудені аузына енгіземіз, және баланы бір уақытта кеудеге жақындатамыз. Оны осындай қимылмен жасауға болады. Немесе кейде аналар осылай да жасайды. Екінші тәсіл баланы қалай емізуге болады. Бірақ бұл қалып тек кішкентай кеудеге, күнші өлшемге ғана жарайды. Бұл кезде біз бүктеме жасамаймыз, тек баланы кеудеге жақындатамыз. Бала мұрнымен емшікте тауып, аузын аша бастайды, біз оны кеудеге тереңірек жақындатамыз. Жатып емізгенде көбіне арқа үйіп қалады. Сондықтан бізге ауыр әрі ыңғайсыз болады. Жоғарғы аяқты алға шығарып, артқа жастық қойсақ, сәл шалқайып арқаны босаңсытуға болады. Бұл өте көмектеседі. Қазір мен баланы кеудеге табиғи жолмен жатқызу қалпын көрсетіп жатырмын. Бұл қалыпты жай ғана емізу кезінде де эпизиотомиядан кейін де қолдануға болады. Осы қалыпты баланы осылай жатқыза аламыз. Екіншіден, баланы міне осылай да жатқыза аламыз. Ол жоғарыдан да жатқызылып, тіпті осылай да болады. Сонымен қатар, біз сәл төмен түсіп, баланы дерлік жатып жатқан күйде де емізе аламыз. Баланы табиғи емізу қалпына жатқызу үшін, біз оны осылай мынадай түрде жатқызамыз. Мұнда біз мойынжағы аймағын бекітеміз. Сосын баланы жылжытып, осы қалыптан тағы да жылжытуға болады. Осы кезде назар аударыңыз, мені қолым әрдайым баланың мойынжағы аймағын ұстап тұрады. Қай қалыпты болса да ол аймақ бекітіледі. Баланы емізге отырып қалай жақындатамыз? Әдетте аналар төсекте отырып емізеді. Мұнда жастықтарды өзімізге ыңғайлы етіп орналастыру өте маңызды. Қолыңыз салбырап қалмас үшін тізеңізге жастық қойғаны өте жақсы. Сосын біз баланы осылай алып, жастықтың үстіне жатқызамыз. Енді қолымыз салбырамайды, біз баланы ұстап отырмыз. Тағы да айта кетейік, мойынжағы аймағы бізде бекітілген. Біз баланы емізікке итере алатындай етіп ұстаймыз. Біз емшекте баланың үстінгі ерніне тигіземіз, бала аузын сыл ашады, мұрын ұшы емшек деңгейінде болады, бала басын сыл артқа шалқайтады, сосын біз баланы емізікке жақындатамыз.